Жоралғы қазақ халқының әдет-ғұрпындағы кәделердің бір түрі. Жасы үлкен адамдарға, ағайын туыстарға, немесе сыйлы қонақтарға қалыптасқан дәстүрлерге сай көрсетілетін құрмет, берілген сый-сияпат. Жоралғысыз жол болмайды деп түсінген қазақ халқы ата-бабалар дәстүрін шамасы жеткенше орындауға тырысқан. Жоралғы күні бұл қазақ халқының бай дәстүрі айшықталатын күн. Ежелден келе жатқан салт жоралғыларының озығы сұрыпталатын сәт. Бүгінгі қазақ қоғамына достық пен мейірбандықты, адамгершілік деген ұлы қасиетті дәріптейтін дәстүрлер ауадай қажет. Қолда барда алтынның қадіріне жетіп, баға жетпес мол қазынамызды дәріптейтін кез келді. Дәл осы күні адамдар ең жақындарына сыйлықтар тарту еткен жөн. Ұлық мерекеде сый-сияпатқа кенелген адам ұзақ уақыт алған сыйлығын естен шығармасы анық. Әрі ол адамға сізге керемет тосын сый жасауға үшін алдағы ұлыс күнін асыға күтетін болады. Қазақ халқы отбасының барлық өкілдері үшін маңызды болып саналатын отбасылық дәстүрлер мен құндылықтарды еске алады. Аға буын кішіге ғасырдан ғасырға берілетін отбасылық әдет-ғұрыптар туралы айтады. Ұмыт бола бастаған жоралғылар жаңғыртылады. Барлары заман талабына сай дамытылады. Салт дәстүрінің ырым-жырымының адам мен қоғам өміріндегі маңызы түсіндіріледі. Қазақ өзгенің көңілін табу арқылы өзіне бақыт сыйлайтын халық. Расымен де айналамызға қуаныш сыйлап, көтеріңкі көңіл күймен жаңа жылды қарсы алу түсінген адамға баға жетпес бақыт.